Бала проблема емес. Бала тәрбиесіне байланысты проблемалардың туындауының басты себептерінің бірі баланы проблема ретінде көруіміз. Ата-аналармен сөйлесе кетіңіз. Бірден баласының проблемаларын тізіп айта бастайды. Мысалы, бала айтқанымды тыңдамайды, айтқанынан қайтпайтын қырсық, бір орында отыра алмайтын мазасыз секілді мәселелерді тізбектеп, бүкіл жауапкершілікті баласының мойнына іліп қояды. Бірақ бұл ата-аналардың өздерін ақтап алу үшін ойлап тапқан аңызы. Негізінде бала проблема емес. Әрбір ата-ана бала проблема емес деген ұғымды санасына сіңіріп, жан-тәнімен сезінуі және қабылдауы керек. Әрбір ата-ана осы ұғымды есінен шығармай, әрқашан жадында сақтаса, бала тәрбиесіне қатысты көптеген проблемалар басталмай жатып-ақ өздігінен шешілер еді. Осы орайда ата-аналар екі топқа бөлінеді. Жас ата-аналар бала проблема болушы ма еді деп мені түсіне алмай отырса, бірнеше баланың ата-анасы атанып, өздерін тәжірибелі ата-анамыз деп ойлайтын ата-аналар кім айтты бала проблема емес деп? Сіз менің баламды білмейсіз ғой, бала деген нағыз проблема деп менімен келіскілері келмей отырған болуы мүмкін. Мен екі топты да түсінемін және екі топқа да мәселені ашып түсіндіріп беремін. Иә, бала кішкентай кезінде қылықтарымен өзіне тартып тұрғанда ешбір ата-ана баласын проблема деп қоймас. Дегенмен баланың жасы өсе келе өзінің ойы мен қалауы пайда болып, кейде бұл қалаулары ата-анасының қалауына қайшы келіп қақтығыстар басталған кезде, немесе мектеп жасына келіп, мектептен шақыртылып сабағына және тәрбиене қатысты ескертулер ала бастаған кезде ата-ана баласын проблема ретінде қарастыра бастайды. Тіпті аналар қауымы жаратылыстары бойынша сезімтал болғандықтан кейде шыдамай баласының проблема екенін бетіне айтып жатады. Баласының бетіне не дейді дейсіз бе? Бәрімізге таныс, шаршадым сенен, қанымды ішіп біттін ғой, бәле болдың, жүрегім жүрген жерін проблема секілді сөздермен баланың өзін кінәлі, жеткіліксіз, қадірсіз сезінуге итермелейді. Яғни балаға сен проблемасын деген хабарлама жібереді. Егер балаларымызға сен проблемасын деген хабарламаны жиі жіберетін болсақ, балаларымызды өзімізден алыстатамыз, баланы өзінің шағын әлеміне жалғызсыратамыз. Бұл сөздердің қандай ауыр екенін және жүрегіңізді қалай жаралайтынын сезінгіңіз келсе, бір сәт өзіңізді балаңыздың орнына қойып көріңізші. Яғни эмпатия жасап, балаңыздың не сезінетінін сезінуге тырысыңыз. Мысалы, жұмыстан келген күйеуіңіз сізге шаршадым сенен, қанымды ішіп біттін ғой, бәле болдың, сенің ақ проблемаларың бітпейді екен десе, қандай көңіл күйде болар едіңіз? Еш нәрсе болмағандай рахат-ай, мен күйеуімді шаршатып қанын ішіп жүр екенмін ғой деп мәз болар ма едіңіз? Әлде керісінше көңіл күйіңіз түсіп, бұртиып ренжіп сөйлеспей қояр ма едіңіз? Тіпті кейде соны айғай-шу, ұрыс-керіске ұласып кетуі де мүмкін. Олай болса, өзіңізге ұнамайтын, сізді жаралайтын сөздер арқылы балаларыңызды бақытсыз сезіндірмеңіз. Осы орайда баласына сен проблемасын деген хабарламаны жіберетін аналар қауымы, біз ол сөзді әдейі айтпаймыз, байқамай аузымыздан шығып кетеді деп өздерін ақтап жатады. Дегенмен, құрметті аналар, сіздердің қалай айтқандарыңыз маңызды емес, маңыздысы баланың оны қалай қабылдағаны. Егер балаңыз оны сен проблемасын деп қабылдаған болса, міне, нағыз проблема енді басталды деп айтуға болады. Егер балаларымызға сен проблемасын деген хабарламаны жиі жіберетін болсақ, балаларымызды өзімізден алыстатамыз. Баланы өзінің шағын әлемінде жалғызсыратамыз. Осылайша ата-ана мен баланың арасындағы мықты байланыс әлсірейді, тіпті үзіліп кетуі де мүмкін. Ал егер ата-ана мен баланың арасындағы байланыс әлсірейтін болса, ата-ананың балаға сөзін өткізе алмауы деген проблема басталады. Айтқанын тыңдата алмаған ата-ана қысым жасап жазалау әдісіне көшеді. Ал жазалаудың зардабын алғашқы туындым баланы жазасыз тәрбиеле кітабында толыққанды ашып жаздым. Яғни айтқым келгені, біздің балаға деген көзқарасымыздың дұрыс болмауы
бала тәрбиесіндегі проблемалар тізбегін туындатады. Сондықтан әр ата-ана баласына деген көзқарасын дұрыстап, баласының қылықтарын балалық деп қабылдауды үйренуі керек. Қаласаңыз, баланың неліктен байланыс үзетінін түсіну үшін тағы да эмпатия жасап, өзімізді баланың орнына қойып көрейік. Жоғарыдағы жұбайының сен проблемасын дегеннен кейін еш нәрсе болмағандай байланысты жалғастырып әңгімелесіп отыра бересіз бе? Немесе жұмыстағы бастығыңыз сізге қолынан түк келмейді, пайданнан зиянын көп десе, ол бастықпен ара қатынасыңыз қандай болмақ? Еш нәрсе болмағандай сөйлесіп жүре бересіз бе? Әлде оны көрген кезде сөйлеспеу үшін бағытыңызды ауыстырып басқа жолмен жүріп кетесіз бе? Егер бастығыңыздың қарым-қатынасы осылай жалғаса берсе, жұмыс ауыстырудың жолын қарастыра бастайтыныңыз да өтірік емес. Тіпті жұбайыңыз дәл солай кінәлай берген жағдайда, қазіргі таңда көптеген кісілер еш қысылмай істеп жатқанындай жұбайыңызды да тастап кетуіңіз, ауыстыруыңыз әбден мүмкін. Иә, сіз бастығыңызды да жұбайыңызды да ауыстырып жіберуіңіз мүмкін. Бірақ баланың ата-анасын тастап кету немесе оны ауыстырып жіберу мүмкіндігі жоқ. Ол өзін қанша жаман сезінсе де, сіздердің қастарыңызда өмір сүруге мәжбүр. Сондықтан, құрметті ата-ана, сізден өтінішім, періштедей бейкүнә балаларымыздың өзін проблема сезініп, өмірдің азабын сезінулеріне жол бермесеңіздер. Баланың әрбір әрекетін балалық пен баланың жасына сай қажеттілігі деп қабылдауды үйрену арқылы балаға деген көзқарасымызды өзгертіп, дұрыс қалыптастыра аламыз. Міне, сол кезде біз үшін бала тәрбиесі қиын жұмыс болмайды. Керісінше оңай әрі қызық хоббиге айналатын болады. Жалпы барлық нәрсе біздің түсінігімізге және көзқарасымызға байланысты екені анық. Бала тәрбиесіне жақсы жағынан қарап, жақсы ойлай алсақ, бала тәрбиесінен ләззат аламыз. Ал жаман ойлап бала тәрбиесі қиын десек, немесе бала проблема деп қарастырсақ, онда бала тәрбиесі қиын болады. Және баламызбен проблемаларымыз да бітпейтін болады. Демек, бәрі біздің назарымызға байланысты екен. Менің міндетім жеткізу, енді тыңдау еркі сізде. Екінші тапсырма. Балаларыңыз түнде ұйықтап жатқан кезде 10 минут тамашалап отырыңыз. Олардың бейкүнә әрі періште секілді екенін тағы да бір рет сезінуге тырысыңыз. Күндіз істеген бұзықтықтарын еске алып көріңіз. Одан кейін не сезінетініңізді ойыңызды жазыңыз. Бұл тапсырманы айына бір рет орындап отыруды ұсынамын.